Біреулердің көп ораза, көп тахажжудтары қалып кеткен адам болса дейді, ол не істейді? Өз намазды кеш бастадық. Қари емеспіз. Не істейміз? Ән яшғала нафсаху биссалати аля расулиллахи саллаллаху. Ол пайғамбарымызға салауат айтумен айналыссын дейді. Болды. Құран жаттай алмадым енді. Алла тағала мейірімің кең, ниетім ақ бар. Көтере алмай кетсем сауабын насып етші. Де, сосын салауатқа отыр болды. Раджахат тилкас салатул вахидату алла куллу ма фағалта фи ғумлика куллихи мин жамиғи тоғат. Сол бір салауатың дейді да, сенің өміріңде жасаған құлшылығың бәрін басып кетеді дейді. Уахуа юсалли аля хасб рубубиятихи. Алла субханала тағала өзінің есебінде салауат айтады. Пайғамбарымыз неге бұны айтып жатыр? Имам айтады, кім пайғамбарға бір салауат айтса дейді, Алла сол адамға 10 салауат айтады дейді. А сен пайғамбарға салауатты шамаң жеткенше айтасың дейді. Оны қат айттың ба, дұрыс айттың ба? Ал Алланың саған айтқан салауаты, ол сенің құлшылығың тең келмейді оған. Не істесең де. Қараңыздар.